Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге сынып жетекші ретінде оқушыларыңыздың сабаққа қатысқан қатыспағанын журналда қалай белгілеу керек екенін көрсетемін. Яғни сіз сынып жетекші ретінде барлық сабақтарға жоқ, дәлелді, ауырды деген сияқты белгілерді оқушыларға қоя аласыз. Ол үшін өзіңіздің логин пароліңізбен күнделік жүйесіне кіресіздер, журнал бөлімін таңдап, соның ішінен өзіміздің сыныбымызды таңдаймыз. Мысалға 5-ші Е сынып. Осы жерден пәнді таңдамайсыздар, нақты бір күнді таңдайсыздар. Мысалға 30-шы қаңтар. 30-шы қаңтар күнінде бізде 6 сабақ болады. Бүгін менің бір оқушым ауырып қалған. Әрбір сабақтың қандай сабақ болатындығы жазылған. Әрбір сабақтың өзінің графасына жеке біз оқушыға А белгісін, жоқ белгісін немесе дәлелді белгісін қоя аламыз. Осылайша оқушылардың қатынасы бойынша белгілердің барлығын сынып жетекші ретінде біздер барлық пәндерге қойып өзіміз реттей аламыз. Бізде болады ғой, кейде мұғалімдер ұмытып кетеді деген сияқты. Соның алдын алу үшін әрбір сынып жетекші өзінің сыныбының оқушыларын осылайша қатысқан қатыспағанын реттеп осы жерден белгілерді қоя алады. Бүгінгі түсіндірмем сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Сіздермен бірге болған Тұрмагамбетова Жанат Амангелдіқызы. Рахмет, сау болыңыздар.